Қайырлы күн достар, бүгін салат жасаймыз. Салаттың құрамында міне қызыл фасоль, кукуруза консервированный алып кеттік. Қияр, піскен жұмыртқа, черри помидор, салатный лист, сыр, майонез, чеснок. Қазір қиярдан бастаймыз. Өте үлкен де емес, кіші де емес, осылай қылып тураймыз. Жұмыртқанда да осылай қылып, осындай көлемде турайтын боламыз. Бәрін размерлері бірдей болады. Көлемі. Енді помидор черри. Осыны алып тастаймыз. Жаңағы қиярдың размерінде қыламыз. Енді міне жұмыртқанда да осындай үлкен қылып тураймыз. Мұны қараңыздар. Жарты екіге бөлдім. Содан кейін бір жағын үшке бөлдім. Мен енді бұл салат жасап жаңалық ашып атқан жоқпын. Әркім әрқалай жасайды, ингредиенттер разный қосады. Сол себепті мен өзімнің вариантым бұл. Енді міне сырды қосамыз. Міне салатный листі мен жарты сағатқа салқын суға замочить етіп қойдым. Себебі мына зеленнің, салатный листің горечі, ащылығы шығу керек. Жаңағыдай тағы да жұмыртқаның көлемінде қылып салатный листі ұнтақтаймыз. Енді міне болды. Енді майонезін саламыз. Құрттай тұз саламыз. Құрттай бұрыш саламыз. И чеснокты түркіден тек кішкентай өткіземіз. Көп салмаймыз чеснокты. Мұның жартысы қалды чесноктың. Енді жақсылап араластырамыз, қатты баспаймыз. Міне осындай. Енді дайындап қойған тарелкімізге саламыз. Екі түрлі тарелкеге саламыз. Екеуінде де қандай болып тұратын қазір көресіздер. Міне біздің свежий салатымыз қызыл фасольмен дайын болды. Жасаңыздар. Өте әдемі, әрі тәтті шықты. Менімен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.